Компьютерлардан бізде тек қана системный блокпен жасалған жеке адамға арналған бір орында тұратын компьютерден бөлек бізде моноблоктар да бар. Яғни моноблоктар бұлар бір минусы, егер моноблок бұзылып қалған жағдайда сіздер оны қайтадан жаңағыдай мониторын бір бөлек, системный блогын бір бөлек жөндете алмайсыздар. Ол кезде сіздер толықтай моноблокты жөндетулеріңізге тура келеді. Бұл жерде бізде жаңағыдай бір ғана кнопка бар. Сол кнопканы басамыз да компьютерімізді қосамыз моноблогымызды. Ал басқалай ішінің барлығы бірдей. Единственный жаңағыдай жалғыз ерекшелігі сол системный блогы болмайды моноблокта. Енді ноутбукқа келетін болсақ, ноутбукта небәрі осындай зарядкасы болады. Көріп тұрсыздар, иә? Бұл зарядканың да мынандай разъемнигі болады. Разъемниктер кішкене әртүрлі. Мысалға, мына жерде домалақ тесіктері бар. Ал жаңағы бізден компьютерда көбінесе бұндай домалақ емес, сызық болған болатын. Осындай зарядка болады. Және де қосымша өзіңізге ыңғайлы болу үшін осылай мышка алып алсаңыз болады. Ноутбук бізде спящий режимде тұрған екен, сол себепті бірден қосылып кетті. Бұл жерде ноутбукты білесіздер, өздеріңіз всегда қолмен алып жүруге болады, үнемі жаныңызда ұстап жүруге болады. Бірақ егер килограммы аз болса, әрине 1 килограммнан жоғары, 2 килограмм, 3 килограмм ноутбуктарды көтеріп жүру өте ыңғайсыз. Ол сіздің өзіңізге де жаңағыдай қолыңызда талдырып жібереді. Одан бөлек артық жүк дегендей. Сол себепті ноутбук таңдаған кезде жеңілдеу түрін таңдауға тырысыңыздар. Ол өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді қараңыздар. Ноутбуктың ерекшелігі просто так былайынан қосылып тұрған жерден просто жауып қойсаңыздар, спящий режимге түседі. И дальше көтеріп жүре беруге болады. Жұмысыңызды келген жерден тоқтатып, ары қарай спящий режимге қойып кете берсеңіз болады. Енді қараңыздар, мына жерде бізде разъемниктер бар. Мынау зарядканың орны, яғни ноутбуктың зарядкасы осындай кішкентай не. Одан кейін мынау бізде мониторға қосуға арналған. Мысалға, сіз тек қана компьютерда ғана емес, осы компьютердің несінің барлығын мониторда көрсете аласыз. Просто так мониторды жалғау арқылы, не болмаса проекторларды қосып, осы арқылы осы компьютерда тұрған, бүкіл экранда тұрған заттардың барлығын осы разъемникке жалғау арқылы проектордан көрсетсеңіздер болады. Мынау бізде қарапайым жаңағыдай мышка, клавиатура немесе қандай да бір флешканы жалғауға арналған USB жаңағыдай разъемник. Ал мұнда сіздер мысалға Type-C қазіргі уақытта барлық айфондар, жаңа айфондарда және де Samsungтарда, кез келген басқа телефондардың көбісі қазір Type-C форматына көшкен. Осындай Type-C форматтағы разъемникқа жалғап өзіңіздің телефондарыңызды жалғап алсаңыздар болады, немесе телефонның ішіндегі бүкіл файлдарды көруге болады. Ары қарай. Ол всегда тек сол жақта емес, ноутбукта әрқайсында әртүрлі болады. Кейде мына жақтарда болады разъемниктер, кейде мына жақтарда болады разъемниктер. Мына жерде 2-3 разъемник бар екен. Мынау бізде не істеуге арналған, жаңа кәдімгі флешкаға арналған. Мынау бізде наушникке арналған разъемник, ал мынау бізде мини флешкаға арналған разъемник. Жаңағыдай кнопочный телефондар ұстаған кезде бізде флешкалар болатын. Сол флешкаларға бүкіл нелерді, артық суреттерін барлығын сақтауға болатын еді. Тура сол флешкаларды осында салып, ішіндегі бүкіл сурет, данный, бүкіл документтердің барлығын көруге болады. Енді жалпы компьютердің осындай 3 түрімен сіздер таныстырдым. Қарапайым өзіміз үйде отырып жұмыс жасайтын компьютер, яғни системный блогы бар, блок питаниясы бар, мониторы бар, пернетақтасы бар, мышкасы бар. Және де екінші моноблок, пернетақтасы бар, мышкасы бар және экраны бар, системный блогы мониторға жалғанып қалған. Және үшіншісі бізде осындай ноутбуктар. Ноутбуктардың 2 түрі болады, нетбуктар және ноутбуктар. Нетбуктардың көбінесе үлкендігі өте кішкентай болады, даже мынадай да болады. Мынау да негізі нетбукқа жатады.
Өйткені ноутбуктың көбінесе мына оң жағында клавиатурасында сандар тұрады. Ал бұнда сандар жоқ. Сандар жоғары жақта тұр. Мына жақта бөлек жаңағыдай тек қана сандардың өзі тұратын бөлу, азайту, көбейту деген сияқты кәдімгі калькулятордың кнопкасы сияқты кнопкалар тұрады. Ол кнопкалар жоқ. Бұл көбінесе нетбукқа келеді. Барлық ноутбук болсын, моноблок болсын, кәдімгі үйде отырып жұмыс жасайтын компьютер болсын, барлығында да программалар сол айналдырған 3 программа. Mac Operating System операциялық жүйесі, одан кейін Windows операциялық жүйесі, Linux операциялық жүйесі. Жаңағыдай түсіндіріп өткенде Android, iCloud деген сияқты операциялық жүйелер. Соған ұқсап қалған, тек компьютер форматындағы операциялық жүйелер.